Ал ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, армысыздар достар. Мынау YouTube саласында жұмыс жасап жүрген азаматтар, блогерлер, соларға арналған осы видео сіздерге арналады. Бірақ достар, мынау блогерлер, яғни мұқияттап түсініп алыңыздар. Табыстың жолы өте оңай емес YouTube саласында. Бір азғантай осы, яғни түсіндіріп беретін бұл видео, яғни инструкция. Өзіңіздің арнаңызға кірген кезде осындай негізгі бетіңізден шығасыздар. Бірақ қазір мен мына навигацияны жөндеп жіберейін іске. Мына қазақшаға аударам десеңіздер, мына төмен жақта қазақ тілі, міне аударсаңыздар болады, орыс тілі, қазақ тілі. Оны кейінірек сіздерге түсіндіріп өтемін. Мына видеоны мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Коммерцияның осы жерде бір құпиясы, основная информация. Бұл сіздің видеоңыздың аты, одан кейін сипаттамасы, яғни осы видеоның сипаттамасын түсіндіресіз ғой. Осындай жазыламыз, осындай каналға қосыламыз, осындай арнама қосыламыз, осындай ВКонтактеге деп. Содан кейін тегиді білесіздер, ол баршаңызға танымал, яғни ұқсас видеоларға сілтеме, яғни ұқсас әріптер. Содан кейін распространение, яғни распространение мағынасы қай жерде, қай платформада көрсетілімге шығуға мүмкіншілік береді. Ол разницасы үлкен, яғни везде болса барлық платформаларда көрінеді, бірақ сізде ол жерде рекламаңыз ол жерде көрінбей қалуы мүмкін. Сол себептен не істеуіңіз керек? На коммерческих платформах. Барлық платформаларда көрсетілмейді, яғни коммерциялық платформаларда көрсетіледі. Түсінесіздер ғой да? Только на коммерческих платформах. Яғни платный сайттар бар, яғни сол сайттарда олар тек қана сіздің видеоңыз салған кезде сіздің видеоңыздың үстінен өзіңіздің рекламаларыңыз шығады, яғни сіздің партнерский компанияңыз рекламасын шығарады. Рекламасын шығарған кезде сол, в общем, түсінікті ғой, битплейді басқан кезде бірден рекламалар шығады, небір рекламалар соны басқан кезде сіздің каналыңызға бонустар қосылады. Мынаны ұмытпаңыздар, на коммерческих платформах. Содан кейін разрешить комментарийін білесіздер, қосылып тұрған жөнді, яғни адамдар сөйлескенде жақсы ғой, популярность көтеріледі, бір-бірімен сөйлеседі, яғни сізден бірдеңе сұрайды, немесе боқтайды деп қойық, кешірім өтінемін. Мына жерде расширить пользователям просматривать рейтинг этого видео. Бұл тұрған жөн. Яғни ол сіздің дизлайкіңіз көбейіп кетсе де, немесе лайк одан да көп болса. Содан кейін настройка распространения. Разрешить встраивание в видео дейді. Яғни бұл галочка, яғни птичка. Бұл тұрған жөнді. Кейбір азаматтар алып тастайды. Ол сіздер енді дұрыс түсінбей қалуы мүмкінсіз, бірақ бұл тұрғаны жақсы. Енді кейбіреуге кому как, бірақ бұл тұрғаны жақсы. Барлық, мысалы ВКонтакте, Facebook болсын, сол жерде қарап, сол жерден, яғни сол жүйеден шықпауға мүмкіншілік беріледі. Ал бұл алып тастасаңыз, ол жүйеден сіз көре алмайсыз да, соны басқа жүйеден шыққан кезде өзінің сілтемесі шығады, сол тек қана YouTube саласында қарау керексіз деген. Ол енді мақсатын айтып берейін сіздерге. Егер кейбір білмейтін азаматтар, яғни YouTube'ты білмейді, олар шықып білмейді, сосын кіретті, жаңа видеоны басқан кезде ол көрсетпей тұрады, сілтемесін ол байқамай өтіп кете береді. Ой, мына видео бұзылған, мына видеоны алып тастаған екен, көрінбейді екен дейді, төмен қарата кете береді жалғастырып. Сол себептен мынаны қойылған жөн. Разрешить встраивание видео. Оны қателесіп қалмаңыздар, достар. Нәтижеде ограничение по возрасту деген бар. Яғни 18 жасқа толғандар деген сияқты. Оны қойып қалып жүрмеңіздер. Яғни қойсаңыздар, коммерциялық мыналар қойылмай қалады. Монетизация, птичкаларыңыз жойылып кетеді. Яғни ол қайтан орнына келтірсеңіз қойылады ғой, бірақ біраз уақыттан кейін. Мынаны қоюға мүмкіншілік бермеңіздер. Бірақ кейбір жаңағындай нәйістік, яғни жыныстық қатынастар бейнелер түсіп қалса, яғни адам өлтіріп, яғни бір
бір YouTube саласында қайшы келетін видеолар болса, мынаны қосып қоясыздар. Включить ограничение по возрасту. Бірақ алып тастаңыздар. Категорияны әрдайым видеоны салған жағдайда видеоның категориясымен салып отырыңыздар, достар. Мысалы, жануарлар туралы болса, жануарлар, компьютерлік ойындар болса, компьютерлік ойындар, люди и блоги болса, адамдар туралы болса, адамдар, немесе блог туралы, өзіңіздің блогыңыз туралы болса, люди и блоги, ол енді спортный. Музыка болса, музыкалық түрде, мысалы, ансамбльде, немесе бір музыкалдық жанрда видео болса, музыканы қойыңыздар. Наука и техника болса, яғни бірдеңе зерттеу, немесе жұмыстар, бір ойлап тапқан бірдеңелер. В общем, түсінікті ғой, барлық категорияны салсаңыздар. Место съемки. Енді ол кейбір азаматтар салады. Бүйтіп алып барып, сол жерге қойып. Язык видео. Мынаны қойғандарыңыз жөнді. Мысалы, қазақша ма? Казахский. Енді көптеген азаматтар орысша қояды. Орысша қойсаңыздар, орысша рекламалар бар. Бізде қазақтан рекламасы, яғни төменгі деңгейде, әліге дейін Google мен YouTube саласына қазақ тіліндегі рекламалар, яғни жарнамалар аз. Сол себептен сіздерге табыс тапқан ақы, яғни реклама сіздерге жарияланған кезде осыда кедергі болады. Сол себептен орыс немесе ағылшын тілін қойыңыздар. Қазақша әзірге қоймаңыздар. Қазақша жарнамалар әлі аз, сол себептен ағылшын тілдеріне немесе орыс тіліне қойыңыздар. Енді кәдімгі қазақ тілін кемітуде емес, мәселе бір бизнес, достар. Дата записи оны мүмкіншілік бойынша, мысалы, бүгін видеоны салсаңыз, кешегінді қойып, мұны барлығы информация керек, достар. Мұны ой не керек, құрсыншы осылай кете берсін деген болмайды. Бұл барлығы маңызды, өте маңызды. Статистика видео. Показывать всем статистику на странице просмотра видео дейді. Достар, статистика мүмкіншілік болса қойыңыздар. Яғни статистика кім сол видеомен бөлісті, оны барлығы мүмкіншілік бойынша көріп отырады. Яғни оғанда әсер тиеді. Ол да менде бөлісейінші, көмектесейінші осы блогерге. Менде осы ВКонтактеме бөлісіп кетейін, ВКонтактеме немесе Facebook желісіне алып кетейін өзімнің парақшама деп. Енді 3D видео, енді оны салмаңыздар. Ол өте, енді кейбір азаматтар өзі 3D жұмыстармен жасайтын азаматтар болса, оны салсаңыздар болады, бірақ қарапайым адамдарға керек жоқ. Заявление о контенте. В этом видео есть product placement или прямая реклама дейді. Бұны қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Яғни ол өзіңіздің бір рекламаларыңыз болса, яғни бір семечкіні рекламаға түсіріп, соны видеоблогқа салып, сөйтсеңіздер, сөйтіп салсаңыздар болады. Болды, одан кейін сохранить, міне, коммерческий платформаға қойдық. Енді өздеріңіздің көзқарастарыңыз қарай бересіздер. Мен мына блогерлерге именно жұмыстан жүрген азаматтар болса, соларға мына птичканы қоюға ұмытып кетеді. Тек қана коммерциялық платформаларда көрсетіледі. Тағы да сұрақтар болса, достар, менің осы видеоның астында сілтеме болады. Сау арна деген сау арнаға тіркеліңіздер, қосылыңыздар, пікірлеріңізді қойыңыздар. Яғни талқылайық коммерция жөнінде. Барлығыңызға рахмет, достар. Келіп қосылыңыздар.